Сауал премьер-министрдің орынбасары Балаеваға. Құрметті Аида Ғалымқызы, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауларында инклюзия ешкімді артта қалдырмау қағидатын басымдық ретінде атап өтіп, мүгедектігі бар адамдарға қатысты көзқараста бірінші кезекте диагнозынан бұрын адамның мүмкіндігін, перспективасын көруді міндеттеді. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттарындағы қағидаттармен үндес ұлттық бағыт. Аманат партиясының сайлауалды тұғырнамасында да мүгедектігі бар азаматтарды өмір сүру сапасын барлық салада жақсарту міндеті айқын белгіленеді. Алайда соңғы айларда қоғамдық алаңдатарлық үрдіс пайда болды. Әлеуметтік желілерде мүгедектігі бар балалар мен азаматтарға қарсы қорлау, өшпенділік күшейді. Атап айтқанда, осыдан бірнеше ай бұрын блогер сымақ біреудің аутизмі бар балалардың өлтіруге шақырғанын білесіздер. Ол әлеуметтік араздықты қоздырып қана қоймай, көпшілікті қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа ашықтан ашық шақырды. Екінші мысал, күні кеше аутизм дертіне шалдыққан балалар мен олардың әке-шешесіне тіл тигізген тағы да бір блогер шықты. Ол мұндай ауытқуы бар бала жеңіл жүрісті әке-шешеден туады деп мәлімдеді. Онсыз да ауыр дертке шалдыққан балалардың ата-аналарына бұл жығылғанға жұдырықтай тигені анық. Хайптың артында жүріп, көпшіліктің арын таптаған мұндай блогерлер әкімшілік қылмыстық жазадан бұрын қылмыстық жаза қолдану керек. Әйтпесе, кез келген адам аузына ие болмай, жазадан құтылып, қоғамға үлкен зиян келтіріп, емін-еркін жүре бермек. Әлеуметтік желіні надан адамның қолына қаруға айналып бара жатқаны қорқытады. Бұл қоғамдағы әлеуметтік дистанцияның өскенін және стигманың көрінісін көрсететін дабыл. Бүгінде Қазақстан медициналық моделден әлеуметтік құқық қорғау моделіне өтуде. Бұл психологиялық тұрғыдан күрделі процесс, өзінің қабылдау кезеңдері бар. Бастапқы терістеу, қарсылық, түсінбеушілік, содан соң жаңа шындықты қабылдау. Біз осы сатының ортасында тұрмыз деуге болады. Осы жағдайда мемлекеттің міндеті қоғамның санасын дұрыс бағытта жаңғырту, тең мүмкіндіктерді қорғау және мүгедектігі бар азаматтардың құқықтарын мүлтіксіз сақтау болу керек. Соңғы 2 жылда Мәдениет және ақпарат министрлігінің инклюзия тақырыбы ілгерілетуге бөлінген бар болғаны 66 миллион теңге, республикалық деңгейде айтарлықтай нәтиже берген жоқ. Қаражат шағын, бытыраңқы жобаларға бөлініп, жүйелі ақпараттық саясат қалыптаспады. Айта кету керек, республикалық бюджетті талқылау кезінде мен инклюзивті бағытты күшейту үшін 11 мемлекеттік орынға 3 жылға 6,6 миллиард теңге бөлу жөнінде түзету енгізген болатынмын. Алайда сол мемлекеттік орындар қосымша қаражат керек емес деген сылтаумен ұсынысты қайтарды. Оның қате болғанын бүгін көріп отырмыз.